Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әріпті өрнек. Бұл сабақта сен әріпті өрнек пен санды өрнектің айырмашылығын білетін боласың. Оларды оқып, жаза алатын боласың. Әріпті өрнекті құрастыруды үйренесің. Балалар, біз мына суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, санды өрнектерді көріп тұрмыз. 4 пен 5-нің қосындысы, 8 пен 12-нің қосындысы, 2 мен 7-нің қосындысы 9-ға тең, 8 пен 4-тің айырмасы деп оқылады. Сандар мен амал таңбаларынан құрастырылған математикалық жазба санды өрнек деп аталатынын біз өткен сабақтарда оқығанбыз. Енді балалар, мына өрнектерге назар аударайықшы. Бұл да санды өрнектер сияқты сандар мен амалдар бар. Бірақ бұл өрнектерде тағы да әріптер кездесіп тұр. Бұл өрнектерді балалар әріпті өрнектер дейді екен. Әріптер, сандар мен амал таңбаларынан құрастырылған математикалық жазба әріпті өрнек деп аталады екен. Әріпті өрнектің құрамында міндетті түрде әріп болады екен. Енді балалар, әріпті өрнектерді бұлай оқыған дұрыс. Бірінші өрнекті оқиық. 4 пен А-ның қосындысы. Екінші өрнегіміз X пен 13-дің қосындысы. Үшінші өрнегіміз А мен С-ның айырмасы. Төртінші өрнегіміз Б мен 4-тің айырмасы деп оқылады. Мынандай өрнектер беріліпті. Осы өрнектерді екі топқа бөлейік. Алдымен өрнектерді оқып шығайық. 40 пен 3-тің қосындысы, А мен 3-тің қосындысы, 12 мен 5-тің айырмасы, 4 пен X-тің қосындысы, С мен 3-тің айырмасы, 7 мен 3-тің қосындысы. Қандай екі топқа бөлуге болады бұндай өрнектерді? Айтасыңдар балалар, бұндай өрнектерді санды өрнек және әріпті өрнек деп екі топқа бөлуге болады екен. Санды өрнектерге 40 пен 3-тің қосындысы, 7 мен 3-тің қосындысы, 12 мен 5-тің айырмасы жатады екен. Ал әріпті өрнектерге А мен 3-тің қосындысы, 4 пен X-тің қосындысы, С мен 3-тің айырмасы жатады екен. Жақсы балалар, бүгін біз санды өрнектер мен әріпті өрнектерді ажыратуды және әріпті өрнектерді оқуды үйрендік. Жарайсыңдар. Енді оқулығымыздың 36-37 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 33-34 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетінше орында. Іске сәт балалар.